мұқият тыңдаңыз. Мошенниктерге, алаяқтарға түсіп қалмас үшін сіздерге звондаған бетте білесіздер ме не дейсіз? Өзіңіздің ана тіліңізде сөйлейсіздер. Ол қазақ тілде. Сол кезде алаяқтарыңыз бітті. Ештеңе ала алмайды. Олар қазақша көбісі білмейді. Сол үшін де сіздер өздеріңізді шекара қойып қоясыз оларға. Олар ондайды өте алмайды. Ал егер олар қазақ тілін жаттаса, ол бізге де жақсы білеміз ғой. Сол үшін де кім қалай звондаса да, қандай тілде сөйлесе де, ешкімге ешқандай код айтпаңыз. Тем более банктен ешкім звондамайды. Сізге мұндай операция өтіп жатыр, мұндай кредит оформлять етейін деп жатыр деп, ондай ешкім нетпейді. Сіздерге лайфхак, сол қазақша сөйлесеңіз, маған талай рет звондап жатыр, мен қазақша сөйлесем, қоя салып тұрып, сосын боқтайтындар да бар. Айтады, вы же знаете русский язык, почему не говорите деп шығатындар бар. Мен айтам, түсінбеймін, сіз не деп тұрсыз десең, қоя салады, боқтап. Сонымен де сіздерге керекті болады осы. Сол кезде ақшаңыз қалтаңызда, шотыңызда қалады.